Міне құрметті Семей қаласының тұрғындары, мынау Қаржаубай көшесіндегі темір жол өткелі. Міне бір видео түсірдім. Анау Кулибаев дегендердің атын айттым. Мынау Қамқор деген осы бүкіл темір жол бекеттері, осы жол түгел осы Тимур Кулибаевтың Қамқор деген мекемесінің қарамағындағы дүние. Осы Семей қаласындағы анау қай көшелер, жаңағы Мичурин көшесі, 905 дейміз, тағы да қайғы мынау Титова көшесі, Мясокомбинат. Сол көшелердегі темір жол бекеттерін осындай жасату керек. Міндет түрде бар, біз барып түсіріп, осының бәрін жаңағы ашкерелеп, сонда ғана жасалу керек па бұл? Енді мен барып солардың әр переезді барып, әр көшені барып осылай түсіріп жүрейін, сонда ғана жасалу керек па не? Тоқаевтың билігі бұндай жасай алмайтын болса, халыққа жағдай жасай алмайтын болса, қолынан келмейтін болса, ондай биліктің кімге қажеті бар? Қай қазаққа қажеттілігі бар? Сондықтан да қазақ елі талап етуді үйреніңдер. Қытайдың, Ресейдің жемі болып, енді тағы да геноцидқа ұшырап, тоз-тозың шығып отырмас үшін саяси өзіңнің белсенділігіңді танып, 23 тамыз күні Айдарбек Қожаназаров, Сырымбек Тау дегендер бар ғой осы. Солардың партиясына, республика партиясына жаппай қазақ дауыс беріңдер. Қазақстанды осындайға өзгертеміз сонда. Қолдаңдар. Бейғам отырмаңдар. Өз дауыстарыңды қорғаңдар. Дауыстарыңды ұрлатпаңдар. Анау 157 мың или 200 мың теңге алатын сайлау комиссиясындағы сатқындарға ақша үшін олар анау бюллетендерді сапырып, еліне, болашағына, бала-шағасын болашағына сатқындық жасағандарды әшкерелеңдер. Ол ұрлықты тоқтатыңдар. Сонда ғана мынандай кішкене болсын осындай мынандай жақсы жұмыстар жасалады. Талап ете білсең, осыны бәрін әшкере ете алатын болсаң, Тимур Кулибаев последний брендовый заттарды бүкіл әлемде последний недвижимостьтарды сатып алып, кайфовать етіп өмір жатыр. Мына қазақтарға мына сияқты қарапайым жағдай жасауға, оның қазақша сөйлеуге, мемлекеттік тілде, ана тілде сөйлеуге рух жетпей жатыр. Сондықтан да белсенді бол қазақ елі. Сайлауға қатыс.